Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ресторандағыдай мясо по-тайски тамақ жасайтын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бұдан да басқа түрлі мастер-класстардан ақыл алған өзімнің тәтті рецепттерімді сіздерге тегін видеорецепт қылып салып отыратын боламын. Сондықтан менің каналыма подписаться батырмасын басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, және де маған да қолдау көрсетіп, лайк, комментарий жазуды да ұмытпаңыз. Мясо по-тайски тамақ үшін ең алдымен бізге қара кесек ет керек болады. Еттерді барынша жіңішке және төртбұрышты шалпақ етіп турағандарыңыз абзал. Себебі бұл өте тез дайындалатын тамақ. Сондықтан етіміз біздің тез пісуі үшін барынша жұқа етіп турағанымыз дұрыс. Етті негізі өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоса берсеңіз болады. Нақты мынанша грамм керек деген қағида жоқ, себебі кейбір кісілер етті көп болғанын қалайды, кейбір кісілер еттің аз болғанын қалайды, және де кез келген еттің түрі бола береді. Мен дәл қазір видеода жасап жатқан рецептім 4 адамға арналған порция. Ең бірінші табамызды отқа қойып, бір немесе екі үлкен ас қасықпен сұйық майымызды құйып аламыз да етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Етімізді баяу отта 5-10 минуттай қуырып алыңыз, себебі етіміз піспей қалмасын. Етіміз қуырылып боламын дегенше, мен осында пиязды, яғни жуаны ашып турайтын боламын. Мен 3 кіші пияз пайдаландым. Видеода өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай пиязды қатты майдалап турап жатқан жоқпын. Көрінісі әдемі көріну үшін осылай менде кіші пияз болғандықтан тек екіге бөліп кубик ретінде турап жатырмын. Пиязымызды салып қуырып аламыз, бірақ қатты өлтіріп қуырудың керегі жоқ, себебі тамағымыздың бетінде әдемі көрініп тұру үшін кішкене қуырылса жеткілікті. Енді екі қиярымызды жуып тазалап алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзынша соломка етіп турап алатын боламыз. Туралған қиярымызды қуырып алатын боламыз. Табамыз қуырып жатқан кезде біз гарнирін дайындайтын боламыз. Мен гарнирге күрішті пайдаландым. Сіздер қандай гарнирді қалайсыздар, кез келген гарнирдің түрін пайдалана берсеңіздер болады. Бірақ мясо по-тайскиді көбісі осы күріш гарнирімен ұсынады. Күрішіміз езілмей дана-дана болып пісуі үшін ең алдымен қазанымызға 2 үлкен ас қасықпен майымызды құйып, күрішімізді бір 5-10 минутқа қатты отта жақсылап қуырып алатын боламыз. Сонда біздің күрішіміз езілмей дана болып пісетін болады. Күрішімізді 5-10 минут қуырып болғаннан кейін күрішіміз батып тұрғанша суымызды құйып, жарты ас қасық тұзымызды салып араластырып, күрішімізді пісіруге қойып қоятын боламыз. Келесі кезекте түрлі түсті болгар бұрыштарын қосатын боламыз. Менде жаздың күні қатырылған қызыл және көк болгар бұрыштары бар екен, мен соларды пайдаландым. Сізде қандай түсті болгар бұрыштары болады, соларды пайдалана берсеңіз болады. Сіз де жаздың күні дәл осындай көкөністерді қатырып алғыңыз келсе, жоғарыдағы сілтеме арқылы өтіп, менің видеомды толық көрсеңіз болады. Сонда қыстың күні осылай кез келген уақытта сізде тамағыңызға пайдалана беретін боласыз. Болгар бұрыштарын салып болғаннан кейін қатты көп қуырудың қажеті жоқ. Бағана айтып кеткендей, бұл біздің тамағымыз тез дайындалатын тағам, және болгар бұрышты кішкене езіліп қуырылса болды. Көп қуырсаңыздар тіпті ішінде көрінбей қатты езіліп кетеді, және 1-2 зубчик чесногымызды ұсақтап турап, тағы да араластырып қуыратын боламыз. Келесі кезекте
4 ас қасықтай соевый соусымызды құйып 1-2 минутқа араластырып қуырып алатын боламыз. Сонымен біздің тамағымыз дайын. Және тұзды қосуды ұмытпаңыз. Менде ет тұзды болғандықтан мен тұзды көп қоспадым. Жарты шай қасықтай ғана тұз салып жатырмын. Егер сіздер етіңіз тұздалмаған болса, 1 шай қасықтай тұз салсаңыз болады. Біздің начинкамыз қуырылып болам дегенше күрішіміз де дайын болды. Міне ашып көрсетейін. Ешқандай езілмеген, дана-дана болып піскен және осы тағам ең жылдам дайындап болатын тағам. Күнделікті бір тағамнан жалыққан болсаңыз, осы тағамды да сізге жасап көруге кеңес беремін. Ал енді дайын болған тамағымызды дастарханымызға безендіріп ұсына берсеңіз болады. Дәл осындай қарапайым шай ішетін кесеңізге күрішіңізді салып, осылай тарелкеңізге төңкеріп алсаңыз, күрішіңіз доп-домалақ әдемі болып түседі. Күрішіміздің қасына дайын болған гарнирімізді осылай салып ұсынамыз. Тамақ өте дәмді шығады. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз. Үстіне безендіру үшін күнжітті септім, ол маңызды емес. Дәл осындай ресторандағы тамақтарды өз үйіңізде жасағыңыз келсе, міндетті түрде менің арнама тіркеліп алыңыз, себебі алдағы уақытта да бұдан да басқа түрлі керемет рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, маған да қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазып, немесе өзіңізге керекті рецепті салуымды сұрап жазсаңыз болады. Назарыңызға көп рахмет.